Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода Алматыда болған ірі жер сілкіністері туралы айтатын боламын. Ең алғашқы жойқын жер сілкінісі 1887 жылы тіркелген. Ол кезде Алматы қаласы Верный деп аталған еді. 9 маусым таңғы сағат 5 шамасында шырт ұйқыда жатқан халықты жердің 7,3 балдық дүмпуі оятады. Деректерге сүйенсек, ол кезде қалада 30 мыңға жуық адам тұрған. Зілзала салдарынан 332 адам қаза тапты. Бейресми деректер бойынша бұл жер сілкінісі Верниндік апат деп аталған екен. Осыдан кейін Алматы қаласында ірі және ұсақ жер сілкіністері жиі болды. 1887 жылдан 1890 жылға дейінгі 2 жылда 600-ден астам жер сілкінісі болған. Қала тарихындағы екінші ірі зілзала 1910 жылы 22 желтоқсанда болған. Қала тұрғындары бұл жолы 9 балдық жер сілкінісіне куә болды. Апат салдарынан 44 адам қаза тапқан. Ал қираған ғимараттарда есеп жоқ. Бейресми деректерде бұл жолғы зілзала Кемендік апат деп аталған. 776 үй қирап, үйіндіге айналған. 2003 жылғы 22 мамыр Алматыдан 300 шақырым жерде ірі жер сілкінісі болды. Зілзаланың эпицентрінде 7-8 балдық көрсеткіш тіркелген. 500 шаршы шақырымнан астам аумақта 8600 ғимарат зақымданған. Жер сілкінісі салдарынан 3 адам қаза тапты, 26 адам жарақат алды, 20.820 адам баспанасыз қалды. 2003 жылдың желтоқсаны магнитудасы 5,7 болатын жер сілкінісі Алматыдан оңтүстік шығысқа қарай 310 шақырым жерде тіркелді. Жер асты дүмпулері Алматы облысының Райымбек ауданында сезілді. Дүмпу 7 балға жетті. 2023 жылы 17 мамырда Алматы қаласында қатарынан 4 рет жер сілкінісі тіркелді. Олардың бәрі Астана уақытымен бір уақытта және бірдей балдық көрсеткішпен болған. Алдын ала мәліметтер бойынша бірінші жер сілкінісі Қырғызстан мен Қытай шекарасында 10 шақырым тереңдікте магнитудасы 4,9 балл болса, екіншісі Қытайда да осындай тереңдікте магнитудасы 4,5 баллды құраған. 2024 жылы 23 қаңтар күні 12 сағат 9 минутта Алматы қаласында тағы бір ірі жер дүмпуі тіркелді. Ресми мәлімет бойынша дүмпу 5 балдық шкаланы құраған. Жер сілкінісі туралы хабардар болмаған халық абдырап қалды. Алматыны тастап ауылдарға, қаланың сыртына кеткендер көп. Көп қабатты үйлердің қозғалғандағы видеолары мен таудан түсірілген бейнежазбалар әлеуметтік желіде тарап жатыр. Сейсмологтар мәліметінше, жер сілкінісі әлі де қайталануы мүмкін.